ипотекаға несие бермеу, ол банкілердің ақшаның барлығын азаматтар несиеге кіргізу, қарызға кіргізу мақсатымен жасап. Олардың қолына ақша түсе ма? Бірінші кезекте қарызға кіргізуді өткен. Бірнеше 100 мың адам ренжіп жүр мемлекетке, өкіметке. А бірақ банкілердің осындай алаяқтықтарын қорғап жүрген АФРР, жаңағы агенттік қаржы нарығын бақылау және ұлттық банк. Президентке олар жалған ақпарат беріп отыр. Біз антифрод центрі жасадық, бәрін тексеріп отырмыз. Ешқандай ондай емес. Біз заңды өзгертейік десек, қарсыластырып алады. Банкілер қалай жұмыссыз қалады ғой, жаңағы микрокредит беретіндер 11 мың адам жұмыссыз қалады. Мен қалсын жұмыссыз. Сіздер неге халықты қорғамайсыздар? Неге сіз оларды алдап қарызға қойдыңыздар? Мұрат аға, біз неге? Біздің банк басшылары айтады, бере беріңдер, тоқтамаңдар. Әзірше мүмкіншілік бар. Оларға бизнеске ақша беру тиімсіз. Ипотекаға беру тиімсіз. Оларға жаңағы азаматтардың үстіне 50%-бен қарызға кіргізіп, жеке адам соттасамайды ғой. Бәрі сырттағы мошенниктер іздеп жүр. Мен кешегі ішкі істер министріне айттым, неге сырттан мошенник іздейсіз? Не банк ішінде отырады қылмыскерлер. Берген адам қылмыскер сол. Сол қылмыскерлердің сыбайласы. Оны өз-өзіміздің алдап не бар? Если кто-то взял мошеннический кредит, обманув систему банка, возложить ответственность на того, на кого повесили, а банки остаются ни при чем. Во всем мире цивилизованном, если мошенник оформил мошеннический кредит на кого-то, то банк является пострадавшим, и банк судится с мошенниками, ищет. У нас видели, что делают. Мы недавно начали разбираться, мне в один день из 50 человек 41 пришло по мошенническому кредиту. Почти во всех случаях виноваты банки. Женщина приходит, говорит, в течение часа, она на декрете, зарплаты нет. В течение часа на меня 3 банка оформили 5 кредитов. Если я ногами пойду в банк, мне говорят, у тебя зарплаты не хватает, ты на декрете, что-то нету, бумаг нету, давай подпишись. А здесь в течение часа ни подписи не ставил, ни зарплату никто не просил, никого не уговаривало. 3 банка, 5 кредитов. Мы начали защищать, разбираться, везде виноваты банки. Но по сути, когда мы начинаем поднимать, банки то просто возвращают кредит и говорят, дальше не поднимайте тему, потому что, вот я из-за этого думаю, банки не хотят финансировать ипотечные кредиты, потому что они хотят продолжать отдавать потребительские кредиты. Мы сейчас предлагаем в новом законе вообще запретить онлайн-кредит. Когда-то Багдад Мусин что сделал? Якобы в электронном правительстве, якобы все согласны на онлайн-кредиты. Я говорю, сделаем наоборот. У всех стоит отказ. Хочу я онлайн-кредит получить, я должен зайти за минуту поставить флажок, что я хочу. Во многих случаях обман – это разрешение банкам, значит, бесконтрольно раздавать кредит. Қоғам кез келген депутатты сынаса, оны сынды дұрыс қабылдай беру. Кез келген депутатқа түскен сын, барлығы 98 ба, ол сын маған да бұрыш тиеді. Шын айтайын. Маған да бұрыш тиеді. Мен де өзім ойлаймын, осы кейбір жерлерде бір жұмыс сапасын көтеру керек шамалы, кейбір бастамалар басқаша жасау керек деп өзім ойлаймын. Сол себептен әрине, мен енді 10 жыл қоғамдық салада болдым. Енді қоғамның атынан көп мәселе көтердім. Парламентке қатысты да көтердім. Бірақ енді парламент ішінде болғасын, этиканы сақтап, кейбір мәселені өзі іштей қалдырам. Бірақ қоғам айтса, көп жағдайда дұрыс айтады деп өзім ойлаймын.